Нұрқыз есімді студентім америкалық YouTube бойынша канал жүргізіп, жақында 100 000 подписчикке жеткен болатын және күміс батырма алды. Каналының статистикасын сіздерге мотивация ретінде көрсетіп жіберейін. Себебі оның каналда просмотр аз болса да, оған көп табыс түсіп отыр. Салыстырмалы түрде. Себебі міне қарасаңыздар, статистикада соңғы 28 күн тұр, яғни соңғы айдағы аналитикасы. 434 000 просмотр болған және оған $1671 төленген. RPM көрсеткіші жоғары болып тұр. Қазір доход бөлімінде көретін болсақ, соңғы 28 күнде 388 000 просмотр көрсетіп тұр. Әлі мына жақта обновление болмаған шығар. $4.19 көрсетіп тұр. Яғни әр 1000 просмотрға $4 төлеп отыр. Американский ютубта аудитория шетел болғандықтан, реклама құны қымбат болғандықтан жақсы төленеді. Ал мына сол жақ бетіне ваш доход деген жазылып тұр. Бұл жерде сіздің соңғы 6 айда алған жалақыңызды көрсетіп тұрады. $1700-2200 март айында аздау болған $967. Оның өзі біздің теңгемен шаққан кезде 420 000 теңге жобасы. Енді бұл табыстарды сіздерге теңгемен бір көрсетіп жіберейін. Настройки бөліміне кіреміз. Одан кейін мына жақта доллар США деп тұр. KZ теңгені таңдаймыз. Теңге неке казахстанский теңге деп тұр. Сохранитті басамыз. Сол кезде мына жер өзгереді. Май айында ең көп жалақы болған екен 1.011.000 теңге. Мінекей мына жақта доход на 1000 просмотр, яғни 1000 просмотрға 1900 теңге. Соңғы бір жылды көрейін табысын. 4.900.000 теңге табыс тапқан екен. Бұл нишаның көретін аудиториясы көбінесе ересек адамдар және орта жастағы адамдар. Тіпті 65 жастан асқан адамдар да 7% құрайды. Бұл нишаны алдағы уақытта Алла қаласа жабық каналға салатын боламын. Жабық канал туралы толық ақпарат алғыңыз келсе, төменге плюс қалдырыңыз.